Сәлем достар, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен көптен бері рецепт түсірмей едім. Енді бүгін хит болып жатқан восточный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Және де мен YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын жасап аламыз. Барлық ингредиенттерді описанияға және экранға шығарамын. Ең алдымен оның үстіне сары май салып, осылай еземіз. Песочный тесто істейміз. Дайындаймыз. Жақсылап әбден араластырылыңыздар. Май ерігенше. Май комнатный температурада болған дұрыс. Сап-сары пішуге. Үстіне қант қосамыз. Разрыхлитель қосамыз. Тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Жақсылап тұрып, қамырымызды майын тағы бір араластырып, езіп аламыз. Байқасаңыздар, қамырымыз песочный болып шығып жатыр. Енді үстіне жұмыртқа қосамыз. 2 жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырып, енді қамыр дайындаймыз. Жұмсақ қамыр шығу қажет. Осылай әбден араластырып, қамыр дайындай бастаймыз. Менің қамырым дайын болды. Мен өте осыны жұмсақ болып шықтым видеодағыдай. Қамырымызды енді жаямыз. Менде форма дайынды 24 дециметрлік майлап қойдым. Ең алдымен қамырды осы оқтаумен илеп жайып аламыз. Формамызға салу үшін. Қамырымызды ақырын алып, осылай формамызға саламыз. Қамырымыздың формаға салып, жағынан реттестіріп келтіреміз. Енді осылай дұрыстап, шетін барын қамыр дұрыстаймыз. Вилкамен арасын осылай тесіп қоямыз. Енді үйде бар сухофруктыларды өрік мейіздерді пайдаландым. Ең алдымен мейіз салдым. 2 түрлі орехты осылай езіп, орех қолдандым. Көп болған сайын одан сайын тәтті болады. Және өрік қостым. Барлық сухофруктыларында орехтерім салып болған соң бетіне сгущенка қойдым. 380 мл сгущенкамда бір банкасын толық құйып, бетін тегістеп осылай толық араластырып сгущенканы. Сгущенкаға жаңағы сухофруктымыздың барлық батып тұру қажет. Ал енді пирогымды 180 градус қысып тұрған пешке саламыз 40-45 минутқа. Пирогымыздың беті осылай қып-қызыл болып пісуі тиіс. Міне сгущенкасы көтеріліп, осылай сарылып шығады. Ал міне біздің пирогымыз дайын болды. Дәмі де өте керемет жұмсақ болып шықты. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. YouTube каналыма тіркелуді және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айман. Ас болсын.